Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Түркістан облысына іс-сапары аясында Арыс қаласында жұмыс сапарымен болды. Алдымен министр Нұра топтық су құбыры оңтүстік ауыз су филиалы Арыс топтастырылған су жүйесі өндірістік бөлімшесіндегі Арыс су қоймасына барды. Кездесуде қала әкімі Гүлжан Құрманбекова шаһар тұрғындарын таза ауыз сумен қамту бойынша жаңа жобалармен таныстырып, су мәселесін шешу бағытында атқарылып жатқан жұмыстарды жан-жақты баяндады. Жаңа заманауи су тазалау станциясын салу қажеттілігін айтқан шаһар басшысы жоба жүзеге асқанда 31 мың халыққа таза су жеткізуге қауқарлы екендігін жеткізді. Бізде стадион деген қырда орналасқан алтын топ резервуар. Қосымша тәуір салынып жатыр. Бюджет есебінен заказчик ЖКХ. Сіздер өздеріңіз? Өзіміз салып. Магистралка. Бұл не болады? Резервуар? Бұл резервуар. Қосымша 3000 кубтық дополнительный резервуар объем. Мекта бізде Аққалада 75 жылы салынған 2 индустриальный ветка бар. 500 күн, 100 күн. Бұл аварийный ситуация. Сіздер пайдаланасыздар ғой сонда? Қазір біз өз балансты біз пайдаланып отырмыз. Біз біткеннен кейін береміз ғой сіздерге. Мектан келген өсяқтан шыққан су өсяққа барады. Ол қырға қарай. Потом самотектің қалаға қарай барады. Бір резервуар сонда 3000. Біреу 3000, 6000 кубтық общий. 6000. Суточное потребление қалағанша? Суточное потребление 4,5-5 000. Летний периодта 7-8 000 дейін бар. Анау резерв получается үшінші? Бұл дополнительный, я. Себебі мынаяқта қазіргі тұрған жеріміз старый водокачка, водозабор, Арыстан алады. Бұдан кейін министр Көксарай су реттегішінің жай-күйімен танысып, ондағы жағдайды бақылады. Министр шаруаларды ағын сумен қамту бағытында әлі де атқарылар істердің ауқымдылығын айта келе, су үнемдеу шараларын жетілдірудің маңыздылығына тоқталды. Осы бағытта жұмыла жұмыс істеп, суды тиімді жеткізе білуде мекемеге артылатын сенім мол деді. Жұмайым Абызбай, Бағдат Қайратұлы, АРТ ТВ жаңалықтары.